Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Ранга Редди, Аполло ауруханасында Джубили Хиллс Хайдарабадта жұмыс істейтін интервенциялық кардиологпын. Бүгін мен ми деген не және оның белгілері қандай екенін айтып өткім келеді. Ми бұл миокард инфаркті. Басқаша айтқанда жүрек талмасы деп те аталады. Сонымен ми алдында қандай белгілер пайда болады? Әдетте кеуде тұсында жайсыздық, тыныс алудың қиындығы байқалады. Бұл белгілер мойынға, арқаға, қолға таралуы мүмкін, немесе сізде тершеңдік, бас айналу, әлсіздік және ыстық басу сезімі болуы мүмкін. Яғни, бұлар ми кезінде жиі кездесетін негізгі белгілер. Егер ми анықталған болса, онда тыныс алудың қиындауы, күш түскенде немесе тіпті тыныштықта ентігу пайда болуы мүмкін. Егер сізде осындай белгілер болса, жақын жердегі кардиологқа қаралыңыз, немесе ең болмаса эко түсіріп, дәрігерге мүмкіндігінше тезірек көрініңіз.